Так, слайд көрініп тұр ғой бәрімізге, иә? Слайд көрініп, менің даусым естіліп тұр ма? Кішкене кері байланыс беріп жіберсек. Иә. Жақсы, онда сабағымызды бастай берейік, иә? Көп созбай. Біз алдыңғы тақырыптарда негізі, құрметті оқушылар, сіздер біразыңыз қатыстыңыздар, біразыңыз қатыспадыңыздар. Осы нелерді өткен болатын тұғымыз тақырыптарды. Сөйтіп, Рим империясы мен ежелгі заман аяқталады, иә? Одан кейін орта ғасырлар басталады. Орта ғасырда біз ең ауқымды тақырыптардың бірі осы Византия деген тақырып. Жалпы дүниежүзі тарихында ең ұзақ өмір сүрген мемлекет осы Византия, иә? 395 жылы Рим екіге бөлінеді ғой, батыс және шығыс деп. Міне осы шығыс Рим империясын басқаша Византия деп атайды. Ол 395 жылдан 1453 жылға дейін өмір сүрген. Жалпы 11-12 ғасырға жуық өмір сүрген, тарихтағы ең ұзақ өмір сүрген мемлекет болып табылады. Ал енді тарихта ең ұзақ өмір сүрген мемлекеттің тарихын оқып көрейік. Ал Византия Римнің мұрагері. Так, сіздер естеріңізде болса, Рим империясы ыдырамай тұрған кезде Константин деген император болды ғой, иә? Константин. Ол Константин, мына Рим қаласы, негізі Рим империясының астанасы Рим қаласы ғой. Со Рим қаласын ұнатпай, Константин астананы, столицаны дейміз ғой, енді астананы қай қалаға көшіреді? Боспор бұғазындағы Византий деген қалаға көшіреді. Византий. Қазіргі Турцияның жерінде, иә? Міне Византий деген қалаға көшіреді. 324 жылы көшіреді. 324 жылы. Ол, құрметті оқушылар, Константиннің құрметіне 330 жылы ол қала, Византий деген қала не деп аталады? Константинополь деп аталады. Түсінікті ғой, 330 жылы Константиннің құрметіне Константинополь деп аталды. Римнен Константинопольге астананы көшірді. Бірақ Константиннің ұрпақтары кезінде мемлекетте билікке талас басталады, яғни таққа талас басталады да, бір-бірімен былайша айтқанда қырқысып, ақыр аяғында Рим империясы екіге бөлінеді, қалай-қалай, батыс және шығыс деп, иә? Батыс Рим империясының астанасы Рим қаласы болады, ал шығыс Рим империясының астанасы Константинополь қаласы болды. Бір қызығы, құрметті оқушылар, мына Константинополь деген қала қазіргі қай қала? Қазіргі әлемдегі ең үлкен 10 қаланың ішіне кіреді. Қандай қала? Стамбул қаласы, иә? Стамбул қаласы Түркияның ең үлкен қаласы, иә? Стамбул қаласы бұрынғы Константинополь қаласы болған екен. Ал шығыс Рим империясын басқаша тарихта Византия дейміз. Бұл екіге бөлінеді, 395 жылы екіге бөлінді, иә? Ал енді Византия империясында, құрметті оқушылар, Византия империясында осы 7 ғасырға дейін мемлекеттік тіл ретінде қолданылып келді. Қандай тіл? Латын тілі. Латын тілі мемлекеттік тіл болған Византияда. Ал 7 ғасырдан кейін Византияның тілі грек тілі болған, грек тілі. Латын тілі деген білесіздер ғой, иә? Латын тілі деген қазірде Латын Америкасы деп айтамыз ғой. Испания, Португалия, бұрынғы осы Рим империясының тілі ғой. Сол 7 ғасырға дейін қолданылып келген, 7 ғасырдан бастап латын грек тілін қолданады, Византия. Енді қараңыздар, мына екіге бөлінді. Мына батыс Рим империясы, мынау шығыс Рим империясы. Басқаша Византия дейміз, иә? Енді Византия, құрметті оқушылар, жалпы дүние жүзінде 7 құрлық бар ғой. Сол 7 құрлықтың 3 құрлығында территориясы жатқан мемлекет. Мысалға, Европа құрлығында да Византияның территориясы бар, Азия құрлығында да Византияның территориясы бар, и Африка құрлығында да Византияның территориясы бар дейміз. Жалпы орта ғасырлар тарихында осы территориясы, яғни жері 3 құрлықта жатқан бір емес 3 мемлекет бар. Біріншісі Византия, Византия, екіншісі Араб халифаты. Араб халифаты, міне, территориясы міне Азияда да жатыр, Азия құрлығында да. И Африка құрлығында да жатыр территориясы. Одан кейін мынау Испанияны жаулап алды ғой арабтар. Міне Испания, яғни Европа құрлығында да жатыр. Түсінікті ғой? Византия, Араб халифаты. Одан кейін, құрметті оқушылар, әрине Осман империясы. Орта ғасырларда территориясы 3 құрлықта жатқан 3-ші мемлекет Осман империясы. Міне мына жағында Европада да территориясы бар, Азияда да территориясы бар, и
Африкада да территориясы бар, иә. Мына жаттап алыңыздар, бұларда кәдімгі сәйкестендіру бойынша, көп жауапты бойынша осындай сұрақтарда көп келеді. Сосын жалпы Византияға немесе Шығыс Рим империясына, Рим империясы бөлінгеннен кейін қараған елдер, яғни мемлекеттер десе, үш мемлекетті айтамыз. Византияның территориясында қалған Сирия, одан кейін Палестина, таяу шығыс аймағы дейді ғой, Сирия, Палестина, одан кейін Египет. Қай жақтың құрамында қалып қалды? Византияның, яғни Шығыс Рим империясының құрамында қалған. Ал жерлер десе, оған Кіші Азияны да қосамыз енді. Кіші Азияда, Кіші Азия деген, қазіргі Турция дегенді білеміз ғой, Түркия. Түркияның жерін Кіші Азия дейді. Кіші Азия деп аталады. Сосын Балқан түбегі. Түбек дегенді білеміз, иә, үш жағын су қоршап жатқан құрлықты айтамыз ғой. Міне осы Балқан түбегінде қазіргі Греция, Македония, Болгария мемлекеттері кіреді, иә. Міне осы жерлерде Византияның құрамына кірген. Ал жалпылай сұраса, онда территориясы көп. Қырым түбегі де, Кавказ, Арменияның бір бөлігі, Месопотамияның бір бөлігі. Месопотамия деген қос өзен ғой, иә. Ежелгі Тигр мен Ефрат өзендерінің аралығын қос өзен дейміз. Бұны гректер Месопотамия, яғни грекшеден аударғанда екі өзен, қос өзен деген мағынаны білдіреді. Осының бір бөлігі кірген. Одан кейін жер орта теңізінің шығыстағы аралдары, Кипр деген аралдар бар ғой, Кипр аралдары, тағы басқалар осы Византияның құрамына кірген екен. Ал енді сұрақтарға кезек берейік. Кішкене түсінікті болса, жауап беріп отырыңыздар. Бір былай кепті. Шығыс Рим империясының тарихтағы атауы. Византия. Византия, дұрыс айтасыздар, керемет. Келесі, Византия империясының тарихындағы тағы бір атау дейді. Шығыс Рим. Шығыс Рим. Енді айналдырып қоя береді, шатастырып, иә. Келесі, император Константин 324 жылы Астананы Римнен ауыстырған қала. Қай қалаға ауыстырды? Византий. Византий деген қалаға ауыстырды, иә, Византий деген. Ал енді төртінші былай кепті. Византия империясында 7-ші ғасырға дейін қолданылған мемлекеттік тіл. Латын. Латын тілі. Ал 7-ші ғасырдан кейін? Грек. Дұрыс айтасыздар. Енді 330 жылдан бастап Константинополь атанған қала. Византия. Византий қаласы, иә. Келесі, Византий қаласының атын 330 жылы Константинополь деп өзгерткен император дейді. Константин. Константин болады, иә. Келесі, Византия империясының ықпалы тараған жерлер. Қай жерлерге тараған ықпалы? Азия, Европа, Азия, Африкаға тараған, иә. Одан кейін орта ғасырларда аумақтары Азия, Европа, Африкада орналасқан мемлекеттер. Византия, Араб халифат, сосын Осман. Византия, Араб халифаты, одан кейін Осман империясы дейміз, иә. Келесі, Византия империясына жататын жерлер. Қандай жерлер? Балқан түбегі, Сирия, Кіші Азия, Палестина, Қырым. Қырым. Енді Рим империясы бөлінген соң Шығыс империяға қараған елдер десе, осы Сирия, Палестина, Египетті айтамыз, иә. Ал Рим империясына бөлінген соң Шығыс империяға қараған иеліктер десе, енді көп бұл. Балқан түбегі, Кіші Азия, Сирия, Палестина, Египет, Месопотамия, Арменияның біраз бөлігі, жер орта теңізі, сосын Қырым, Кавказ аймақтары да кіріп кетеді, иә. Ал 6-10 ғасырларда құрамына Балқан түбегі, Кіші Азия, Сирия, Египет елдері кірген империя десе не дейміз? Византия. Византия дейміз, иә, дұрыс айтасыздар. Ал енді тағы да кішкене түсіндірейік. Енді батыс, шығысы. Жалпы құрметті оқушылар, Европаны батыс дейміз ғой, батыс әлемі дейміз, иә. Ал Азияны, басқа құрлықтарды шығыс әлемі дейміз. Жалпы батыс пен шығысты байланыстырған көпір болған қала десе Константинополь. Міне Константинопольдің қазіргі Стамбул қаласы ғой. Батыс жағы Европа болады, ал шығыс жағы Азия құрлығы болады. Білесіздер ғой, осын сонда батыс пен шығысты байланыстырушы көпір болған қала десе қандай қала? Константинополь қаласы болған, иә. Одан бөлек, міне Европа мен Азияны немесе Қара теңіз деген, Қара теңіз көріп тұрмыз ғой. Осы Қара теңіз бен мына жағында Егей деген теңіз бар, Егей. Турцияның батысында немесе
Грекияның шығысында. Осы Қара теңіз бен Егей теңізін байланыстырған, Европа мен Азияны байланыстырған көпір есебінде болған қала десе, тағы да қандай қала? Константинополь қаласы, иә. Енді жалпы Византияда, құрметті оқушылар, қалалар көп, өте жақсы дамыған мемлекет болған, бірақ соның ішінде 4 қала ерекше атап өтеді. Өйткені 4 қалада саудада, өнеркәсіпте жақсы дамыған. Ол қалалар қандай қалалар? Бірінші Константинополь қаласы, астанасы, иә. Одан кейін Кіші Азияда орналасқан Антиохия қаласы, одан кейін Иерусалим Палестинада орналасқан, иә, Иерусалим қаласы, одан кейін Египетте орналасқан Александрия қаласы. Александрия қаласы, естеріңізде болса, кім негізін салған қала? Македонский. Александр Македонский негізін салған қала, иә. Міне Византияның қолөнер, сауда, саттығы дамыған қалалар, экономикасы дамыған қалалар десе, осы 4 қаласы келеді екен. Жалпы, құрметті оқушылар, Византияны астықпен қамтамасыз еткен аймақтар десе, 2 аймақты айтамыз. Бірінші Фракия, екінші Мысыр. Міне астықпен қамтамасыз етіп отырған. Қай жақты? Византияны. Қандай аймақтар? Фракия мен Мысыр. Мысыр деген енді Египет қой, білесіздер ғой. Ал Фракия деген, құрметті оқушылар, Грекия деген мемлекетті білеміз ғой, иә? Грекияның солтүстігін айтамыз. Македония аймағын айтамыз. Міне осы Фракия мен Мысыр қай жақты азық-түлікпен қамтамасыз еткен? Византияны азық-түлікпен қамтамасыз еткен дейміз, иә. Міне Византия империясында, құрметті оқушылар, көпестер төлейтін салық не дейміз? Баж салығы. Көпес деген, яғни саудагерлер. Византия енді 9 жолдың торабында орналасты ғой. Европаға да шығасын, Африкаға да шығасын, Азияға да шығасын. Былайша айтқанда, жан-жақтан келген саудагерлер қай жер арқылы өткен? Византия арқылы. Византиядан өткені үшін олар салық төлеп отырған. Ол салық не деп аталады? Баж. Саудагерді көпес дейміз, көпес. Ал енді Византияның, құрметті оқушылар, Византияның халықаралық дәрежеге жеткен ақша бірлігі, яғни қазір енді бүкіл әлемге танымал, бүкіл әлемде ең сенімді ақша деп қандай ақшаны айтамыз? Намисма, доллар мысалы. Долларды айтамыз ғой. Тура сол сияқты. Сол кезде орта ғасырларда бүкіл әлемге ең сенімді ақша болған Византияның ақшасы, ол не деп аталады? Намисма деп аталады, иә, намисма. Дұрыс айтасыздар. Ал Византия империясының күшею себебі Батыс Рим империясы, Шығыс Рим империясы деп бөлінді ғой. Батыс Рим империясы құлдырап кетеді да, Шығыс Рим империясы, яғни Византия дамып кетеді. Неге дамып кетті олар? Неге Батыс сияқты құлдырап кетпеді? Именно бұларға қандай әсер етті? Бірінші, құрметті оқушылар, Византияның жері не ол? Құнарлы, табиғаты қолайлы. Қазіргі Византияның жері негізінен Түркияның жері ғой, Түркия өте жайлы ғой. Қатты ыстықта емес, қатты суықта емес, егін егуге де қолайлы, мал бағуға да қолайлы, былайша айтқанда сауда жасауға да қолайлы, қала салуға да, отырықшы өмірмен де, көшпелі өмірмен де барлығына қолайлы жер. Былайша айтқанда, иә. Сондықтан да Византия батысқа қарағанда артықшылыққа ие болды. Екінші себебі, құрметті оқушылар, ауыл шаруашылығы жоғарғы қарқында дамыды. Себебі Византияда ауыл шаруашылығы, яғни егінді, малды бағатындар, бұлар ерікті адамдар. Мысалға, Ибрахим, сен өзіңнің малыңды бағасын, өзіңнің егініңді егесін. Сонда өзіңнің пайдаң үшін жақсырақ жұмыс жасайсың ғой. Ал Батыс Рим империясында көбінесе ауыл шаруашылығымен ерікті адам емес, кімдер айналысты? Құлдар. Құлдар, енді сен мүдделі болмайсың ғой, еңбектің өнімділігіне, тиімді жұмыс істеуіне мүдделі болмайсың. Сондықтан да Византияда не дамыды? Ауыл шаруашылығы. Сондықтан да Византия күшейді. Ал үшінші себебі, ерікті жер иеленушілер мен шаруалар қауымы басым болды. Бұл түсінікті, құлдарға қарағанда ерікті шаруалар. Ал төртінші себебі, варварлардың шапқыншылықтарына ұшырамады. Мысалға, Батыс Рим империясы готтардың, вандалдардың, вискоттардың, франктер, оскот, ағылшын сакстер, солардың шапқыншылығына ұшырады. Ал Византия құрылған кезде ешқандай варварлардың шапқыншылығына ұшырамады. Сондықтан да Византия қарқынды түрде дамыды дейміз. Міне,
батыс Рим империясында құлдар көп. Құлдар көбінесе жұмыстың бәрін құлдар істейді. Ал шығыс Рим империясында ерікті адам істейді. Барлығын былайша айтқанда құл емес, кәдімгі азат адам істейді. Сондықтан да азат адам еңбектің өнімділігіне жұмыс істейді ғой. Ал енді Византияда, құрметті оқушылар, императордың атағын не деп атайды? Василевс деп атайды. Василевс. Мысалыға, бізде басшыны президент дейміз, иә? Президент дейміз. Қазақ хандығы кезінде хан деді, иә? Мысалға, Осман империясында сұлтан дейді ғой басшыларын. Жапонияда, құрметті оқушылар, жаттап императорды Микадо дейді. Микадо, иә? Ал Германияда не дейді? Кайзер дейді. Кайзер. Ал Византияда не дейді? Византияда Василевс дейді. Василевс. Мысалға, Киев Русінде не дейді? Киев Русінде князь дейді, иә? Князь. Ал Византияда не дейді? Византияда императорда Василевс дейді. Василевс деген адамның аты емес. Қызмет, лауазым. Президент деген сияқты лауазым. Так, енді құрметті оқушылар, Василевс қандай қызметтер атқарады? Бүкіл сот міндетін атқарады. Қаласа кез келген адамды соттап жібере алады. Қаласа кез келген қылмыскерді ақтап шыға алады, осындай құқық бар. Одан кейін заңдар шығарады. Кез келген өзіне ыңғайлы заңдарды шығара алады. Одан кейін бүкіл әскерді басқарады. Былайша айтқанда, Византияда Василевстің құқығы шексіз, билігі шексіз болды, иә. 3 билік тармағында өзі атқарып отырған. Ал енді сұрақтарға кезек берейік. 13 былай кепті. Шығыс пен батыс арасындағы алтын көпір атанған қала. Константинополь. Константинополь қаласы, иә. Келесі, Европадан Азияға, Қара теңізден Егей теңізіне апаратын аса маңызды сауда жолдарының түйіскен де орналасқан Византияның астанасы дейді. Константинополь. Константинополь, иә. Келесі, Византияда қолөнер мен сауда орталығына айналған қалалар дейді. Константинополь, Антиохия, Иерусалим, Александрия. Молодец, керемет, Ибрахим. Александрия, Иерусалим, Константинополь, Антиохия. Осы 4 қала келеді. 4 қаланы жаттабаңыздар, иә. Келесі былай кепті. Орта ғасырларда Византияны астықпен қамтамасыз етіп отырған елдер дейді. Мысыр, Фракия. Мысыр мен Фракия қамтамасыз етті. Келесі, Византия империясына көпестер төлейтін салық. Баж. Баж салығын төлеген. Келесі, Византияның алтын ақшасы не деп аталады? Номисма. Номисма деп аталады. Ал Византияның халықаралық дәрежеге жеткен ақша бірлігі десе? Номисма. Номисма дейміз. Византия империясының күшею себептері: бірінші, құнарлы жерлер мен қолайлы жағдайы, иә. Одан кейін ауыл шаруашылығы жоғары қарқында дамыды. Ерікті жер иеленушілер мен шаруалар қауымы басым болды. Варварлардың шапқыншылықтарына ұшырамады. Келесі, Византияның ауыл шаруашылығының батысқа қарағанда жоғарғы деңгейде даму себебі? Ерікті шаруалар. Ерікті шаруалар немесе ерікті жер иеленушілер еңбегінің басым болуы, иә. Келесі, Византиялық императордың атағы? Василевс. Дейміз, иә. Византия империясында барлық үкімет билігі қолына шоғырланды. Кімнің? Василевстің. Келесі, Василевстің қолына шоғырланған биліктер. Қандай биліктер шоғырландырған? Заң шығару, сот басқару. Сот міндетін атқарды, заң шығарды, сосын? Әскерді басқарды, дұрыс айтасыз. Енді тағы кішкене түсіндірейік. Византияда саяси партиялар, бізде партия дегенді білеміз ғой, иә? Мысалы, Аманат кезінде Нұр Отан деген сияқты партия болды, Ақ жол партиясы. Бұлар енді билік үшін күресетін топтарды айтамыз ғой, партиялар. Сондай Византияда да партиялар болған екен. Ол партияларды не деп атаған? Димдер деп атаған. Византияда саяси партияларды не деп атады? Димдер. Ол Византияда ықпалды партиялар болған, қоғамдағы ықпалды, яғни димдер, партиялар. Екі ықпалды партия болған. Біріншісі прасиндер, екіншісі венеттер. Прасиндер деген көктер, түсіне қарай атаған көктер партиясы, ал венеттер деген жасылдар партиясы деп аталады, жасылдар. Түсінікті ғой? Міне прасиндер, венеттер немесе көктер, жасылдар партиясы болған.
Византияда ықпалды. Бұлар енді димдер дейміз ғой. Енді бұлар, құрметті оқушылар, Византияның атақты императоры бар, бірінші Юстиниан деген. Соған қарсы көтеріліске шығады. Қай жылы? 532 жылы. Олардың көтерілісі не деп аталады? Ника көтерілісі деп аталады. Міне димдер, яғни прасиндер мен венеттер бірінші Юстинианға қарсы көтеріліс жасайды. Ал сіздерге сұрақ, кім жеңеді деп ойлайсыздар? Бірінші Юстиниан. Мына партиялар ықпалды болса да, бірінші Юстиниан жеңеді, бірінші Юстиниан жеңеді. Сөйтіп Ника көтерілісін әзер дегенде басады. Қай жылы? 532 жылы. Бірінші Юстиниан, Византияда, құрметті оқушылар, император билігін мұрагерлікпен иелену заң жүзінде бекітілмеуінің салдары бұл бүлікшілердің билікті басып алу мүмкіндігін туғызды. Бұны түсінбей қалдық қой. Бұл былай ғой, құрметті оқушылар, қандай топ, мысалға қазір билікте Аманат деген партия отыр ма? Енді оған қарсы Ақ жол партиясы бүлік жасап, мысалға деймін да, Құдай сақтасын, бүлік жасап, Ақ орданы басып алып, болды, Аманат партиясы емес, билік бізге Ақ жол партиясына көшет десе, сразу солай көше беретін болған Византияда. Яғни мұрагерлікпен берілмейді, сайлау, былайша айтқанда, билікке келу тәртібі жоқ. Бізде мысалға сайлау арқылы келу керек қой, мысалға халық көтеріліс жасап, билікті алып тастаған күннің өзінде келесі келетін адам сайлау арқылы келу керек, заң жүзінде, Бұлайынан өз отырасыса, ол заңсыз болып саналады. Кез келген мемлекетте, сондай төңкеріс болса да, төңкеріс біткеннен кейін қайтадан сайлау керек, сайлау өткізу керек, сол арқылы келеді. Бұрындары мысалға басқа мемлекеттерде құрылтай өткізеді, абыройлы, беделді ақсүйектер жиналады да, сол императорды, ханды, патшаны, тағы басқаны құрылтайда сайлайды. Ал Византияда ондай болмаған. Кім мықты, мысалға, билікті басып ала ма, астананы басып ала ма, сол император болып жариялана беретін болған. Бұл енді жаман, өйткені бүлік жасайды, ықпалды бір топ, үлкен былайша айтқанда бандиттік топтар бүлік жасайды, билікті басып ала беретін болған. Бұл жаман, Ал Византияның 6 ғасырда күш қуатын арттырған император, яғни Византияда негізі 2 ғана императорды атайды. Соның біріншісі, яғни көп атайтын, бұл Юстиниан, бірінші Юстиниан, Византияны қатты гүлдендірген император. Енді бірінші Юстиниан, құрметті оқушылар, бұның билік еткен жылдары да келеді, кәдімгі датамен келеді. 527 жылы билікке келіп, 565 жылға дейін Византияны басқарған, бірінші Юстиниан. Бұл Византия империясының күшейген кезі, осы Юстинианның кезі дейміз. Ал бұл 532-37 жылдары Юстиниан Константинополь қаласында, яғни Византияның астанасында бір үлкен здания салады. Қандай здания салдырды? Әулие София храмын салдырды. Бұл қазірге дейін бар. Стамбул қаласына барсаңыздар, осы қазірге дейін сақталған. Бұны түріктер Ая София деп атайды. Бұны негізінен түріктер емес, осы Юстиниан салдырған. Византия империясы кезінде салынған. 32-37 жылдары, 5 жылдың ішінде осындай үлкен, грандиозный дейді, үлкен құрылысты салып бітірген. 5-ақ жылда бұны Әулие София храмы деп атаған дейміз, бірінші Юстиниан. Ал енді сұрақтарға кезек берейік. 25 былай кепті. Византияда саяси партиялар аталды. Не деп аталды? Димдер. Димдер деп аталды, Византия қоғамындағы ықпалды партиялар десе, қандай партиялар? Венеттер, прасиндер. Прасиндер, венеттер, көктер, жасылдар дейміз. Енді былай кетті. Византиядағы венеттер мен прасиндер бұлар саяси партиялар, Келесі, Византия қоғамында димдер деп аталған саяси партиялар ішінен ерекше оқшауланғандары кімдер? Венеттер мен прасиндер, Келесі, 532 жылы Византияда димдер деп аталған саяси партиялардың басшылығымен болған көтеріліс. Қандай көтеріліс? Ника көтерілісі, Қазақша жеңу деп аударылады, Ника көтерілісі, бірақ жеңіліп қалған көтерілісі. Келесі, Византияда император билігін мұрагерлікпен иелену заң жүзінде бекітілмеуінің салдары. Так.
Император билігін. Мгм. Это Бұл бүлікшілердің билікті алу мүмкіндігін туғызды, бүлікшілер келеді да билікті басып алу мүмкіндігін туғызды. Келесі, 6 ғасырда Византияның күш қуатын арттырған император дейді. бірінші Юстиниан. Бірінші Юстиниан. Келесі, Византия империясының күшейген кезі кімнің тұсы? Бірінші Юстиниан. Бірінші Юстинианның тұсында. Келесі, 532-37 жылдары Константинопольде салынған діни сәулет ескерткіші. Әулие София храмы. Әулие София храмы. 532-37 жылдары Әулие София храмын салдырған император. Бірінші Юстиниан. Бірінші Юстиниан. Келесі, 32-37 жылдары Әулие София храмы салынған қала дейді. Константинополь. Константинополь қаласы. Келесі, 527-565 жылдары билік еткен Византия императоры. Бірінші Юстиниан. Бірінші Юстиниан. Дұрыс айтасыздар. Енді кішкене түсіндіріп кетейік. Құрметті оқушылар, осы Юстинианның мақсаты Рим империясын қалпына келтіру болған. Бұрында екіге бөлініп кеткен Рим империясы бар ғой, соны қалпына келтіріп, қайтадан Рим империясын күшейту болды. Юстинианның мақсаты. Сосын осы Юстиниан Византияда, яғни Шығыс Рим империясында мемлекеттік дін деп қай дінді жариялаған? Христиан дінін. Христиан дінін кім мемлекеттік дін деп жариялады? Византияда Юстиниан дейміз, Сосын Византияда осы Юстинианның тұсында жазылған заңдар жинағы бар. Бұл көп тақырыпта келеді. Бұл азаматтық құқықтар жинағы дейміз, Юстинианның жазған заңдар жинағы не десе, азаматтық құқықтар жинағын жазды дейміз. Христиан діні, құрметті оқушылар, білесіздер, екіге бөлінеді, қазіргі кезде үшке бөлінеді. 16 ғасырға қарай үшке бөлінген, 16 ғасырға дейін екіге бөлінді, католиктік және православиелік дейміз. Католик дінінің басшысын, христиан дінінің католик тармағының басшысын Рим папасы дейді, ал православ дінінің басшысын Константинополь патриархы дейді. Яғни Византия империясы құлағанға дейін христиан дінінің православиелік бағытының басшысы не деп аталған? Константинополь патриархы деп аталған. Ал Византия империясы құлағаннан кейін бұның басшысы Мәскеу патриархы болып өзгереді, Мәскеу патриархы өткенде Қазақстанға келіп кетті, Астанада. Аты Кирилл қазір, Енді құрметті оқушылар, бұлай келеді. Шығыс Рим империясының батыстан бір ерекшелігі, бұларда бәріне ортақ бірдей заңның болуы. Мысалға, Византияда азаматтық құқықтар жинағы бәріне ортақ болған. Бәріне бірдей міндетті болған. Ал батыс Рим империясында ондай заң болмаған. Сондықтан да Шығыс Рим империясы, яғни Византия дамыған болды, дамыған, көркейді дейміз. Заң болған жерде, тәртіп болған жерде мемлекет көркейеді, міне. Ал Юстиниан, құрметті оқушылар, Юстинианның заңдары не деп аталды? Азаматтық құқықтар жинағы, Бұл нені көздеді десе, қол иеленушілік құрылысты нығайтуды көздеген. Яғни, бұрынғы Рим империясын қайта қалпына келтіруді көздеген заң болып табылады. Бұда тұжырымдалды, 4 нәрсе тұжырымдалған. Бұл мұрагерлікті реттеді. Яғни, императорды бұрындары басып алып, билікті алатын еді ғой. Енді бұл мұрагерлікті шегелеп тұрып, ережесін бекітіп қойды. Одан кейін отбасы құқығын сақтауды бекітті. Одан кейін жеке меншікті қорғау, сосын сауда-саттықты дамыту. Осындай реттеп, тұжырымдап жасап берді заңдары. Ал енді, құрметті оқушылар, мына Юстиниан мақсаты бүкіл Рим империясын қалпына келтіру болды ғой. Бірақ Рим империясы, батыс Рим империясы ыдыраған кезде солтүстік Африкада қандай корольдік құрылып еді? Вандал корольдігі. Міне осылардың бәрін жаулап алу керек, қайтадан Рим империясын біріктіру үшін. Осы мақсатпен Константинополь, яғни Византия, Юстиниан кімдерге жорыққа шығады? Вандал корольдігіне жорыққа шығады. Міне қараңыздар, 534 жылы Вандал корольдігімен кімдер соғысады? Византия. Византияның басшысы кім? Бірінші Юстиниан. Кім жеңеді деп ойлайсыздар? Византия. Әрине Византия жеңеді. Сөйтіп, солтүстік Африканы Византия жаулап алды Юстинианның тұсында, Онымен тоқтамайды Юстиниан. Енді Испанияны жаулап алуды көздейді. Сөйтіп, кімдерге жорыққа шығады?
Вестгот корольдігіне. Енді Вестгот корольдігімен Византия соғысады. Византияның басшысы Юстиниан. Кім жеңеді? Византия. Византия жеңеді, Византия, дұрыс айтасыздар. Сөйтіп, Испания жерінде жаулап алды. Испания жерінде. Енді бұмен тоқтамайды Юстиниан. Енді қай жаққа жорыққа шығады? Италияда иеленіп отырған Оскот корольдігіне жорыққа шығады. Сөйтіп, міне 535-555 жылдары 20 жыл бойы Оскоттармен соғысады. Ал кім жеңеді деп ойлайсыздар? Византия. Византия жеңеді, дұрыс айтасыздар. Сөйтіп, Рим империясын толықтай емес, енді біршама қалпына келтіреді. Юстиниан біршама мақсатын орындайды. Онымен қоса тоқтамайды. Енді шығысқа қарай жерін кеңейтпекші болады. Шығыста Иран немесе Парсы мемлекеті бар, сонымен соғысады. Қай жылдары? 540-тан 562 аралығында бір 22 жыл бойы соғысқан Византия мен Иран. Ал кім жеңеді деп ойлайсыздар? Византия. Жоқ, Византия жеңбейді, екеуі тең болады. Айы. Бейбітшілік арқылы мәселені шешеді. Міне 575 жылы Византия мен Иран не болады? Одақ. Өзара бейбіт келісім жасасады, сонымен соғысты тоқтатады. Ал енді сұрақтарға кезек берейік. 37 былай кепті. Император Юстинианның алдына қойған мақсаты. Қандай мақсат қойды алдына? Империясын қайтару. Рим империясын қалпына келтіру, Келесі, христиан дінін мемлекеттік дін ретінде жариялаған император. Бірінші Юстиниан. Бірінші Юстиниан. Келесі, 6 ғасырдың аяғынан бастап Византия шіркеуінің ең жоғарғы басшысы болып есептелді. Византия шіркеуінің бірінші Юстиниан или... Мысалы, католик шіркеуінің басшысы Рим папасы. Византия Василевс ба? Жоқ. Константинополь патриархы дейміз, Константинополь патриархы. Келесі, Византия шіркеуінің ең жоғарғы басшысы Константинополь патриархы болып есептелді. 6 ғасырдың аяғынан бастап, Келесі, Шығыс Рим империясының батыстан бір ерекшелігі. Қандай ерекшелік болды тағы? Бәріне бірдей ортақ міндетті заңның болуы, батыстан ерекшелігі. Келесі, император Юстинианның шығарған заңдары нені көздеді? Құл иеленушілік құрылысты нығайтуды, Одан кейін Шығыс Рим империясында бірінші Юстинианның кезінде жазылған заңдар жинағы десе, азаматтық құқықтар жинағы деген заңдар шығарған, Келесі, бірінші Юстинианның билігі кезіндегі византиялық заң шығарушылық ой пікірдің жетістігі. Қандай жетістікке жетті? Әрине, азаматтық құқықтар жинағын жазды, Юстинианның заңдарында тұжырымдалды 4 нәрсе: мұрагерлікті реттеу, отбасы құқығын сақтау, жекеменшікті қорғау және сауда-саттықты дамыту дейміз. Одан кейін 534 жылы бірінші Юстиниан талқандаған солтүстік Африкадағы корольдік. Вандал корольдігін талқандайды. Келесі, 535-55 жылдары Италияны оскоттардан тазартқан Византия билеушісі. Бірінші Юстиниан. Бірінші Юстиниан. Келесі, Испания үшін вескоттармен шайқасқан Византия билеушісі. Юстиниан. Юстиниан дейміз. 540-562 жылдары аралығында Иранмен соғысқан Византия билеушісі дейді. Юстиниан. Ал 575 жылы Византия өзара бейбіт бітім жасасқан ел. Қай елмен бейбіт бітім? Иранмен немесе Парсы елмен деп те келуі мүмкін. Ал енді аяқтап қалдық. Қазір бір 10 минутта аяқтайтын шығармыз. Кішкене шыдаңыздар. Варварлар, құрметті оқушылар, римдіктер варварлар деп солтүстікте халықтарды атады, Ол грек тілінен аударғанда жат жерлік адам деген мағынаны білдіреді. Яғни жабайы адамдарды сол варварлар деп атаған. Оларға бірінші кельттер жатады, одан герман тайпалары, одан кейін славяндар жатады, Герман тайпаларының өзі 5-ке бөлінеді. Бірінші франктер, ағылшын сакстер, вандалдар, вескоттар, оскоттар. Осы 5 тайпаны общий жалпылама герман тайпалары деп атайды, Ал славяндардың өзі 3 топқа бөлінеді. Біріншісі батыс, одан кейін оңтүстік, одан кейін шығыс. Бұлардың өзі әрқайсысы 3 халықтан тұрады.
батыс славяндарға чех жатады, поляк, одан кейін словак жатады, иә. Оңтүстік славяндарға болгар, серб, хорват жатады дейміз, ал шығыс славяндарға орыс, украин, белорус халықтары жатады. Мына славяндардың 9 славян халқы, 9-ында да 9 түрлі мемлекет бар қазір, иә. И то екеуі соғысып жатыр деген сияқты. Міне осыларды римдіктер варварлар деп атаған. Ал енді бізде Византияға мына Юстиниан қайтыс болғаннан кейін кімдер қауіп төндіре бастайды? Осы славян тайпалары. Солтүстіктен славян тайпалары жорық жасай бастайды. Византияға 5-ші ғасырдың аяғынан бастап 6-ші ғасырдың аяғына қарай славян тайпалары мен Византия соғысады. И славян тайпалары жеңіп, қай жерлерді жаулап алады? Фракия мен Македония аймақтарына орнығып алады. Міне славян тайпалары Фракия мен Македония аймағын басып алады. Енді көп жерде емес, бірақ сонда да маңызды аймақтары Византия үшін Фракия, Македония аймағын басып алып, осы жерде славяндар, яғни оңтүстік славяндар қандай патшалық құрады? Болгар патшалығын құрған. Болгар патшалығы қай жылы құрылды десе, 7-ші ғасырда, ал жылмен сұраса 680 жылы құрылған. Қандай патшалық? Болгар патшалығы, иә. Енді болгар патшалығы мен соғысты бір жақты етіп, әзер дегенде тынышталып отқан Византияға енді кімдер жорық жасайды? Шығыс славяндар. Яғни шығыс славяндарда кімдер? Орыстар. Міне орыстар Константинополь қаласына барып, бірнеше рет Византиямен соғысады. 8-ші ғасырдың аяғынан бастап соғысқан, енді 9-ші ғасырдың аяғына қарай, яғни 860 жылы Византия мен орыстар соғысады. Келісімге келеді, келісім жасайды, бірақ бұл келісім ұзаққа бармайды. Орыстар тағы, яғни славяндар тағы да Византияға жорыққа шығады. Бұл 907-941 жылдары 2 рет жорыққа шыққан. Даже Константинополь деген астанасы бар ғой, осы Константинополь қаласының түбіне дейін келген. Бірақ Византия жеңеді. Ненің көмегімен жеңді десе, қараңыздар, міне орыстарды жеңеді. Ненің көмегімен жеңді десе, грек отының көмегімен жеңді дейміз. Міне грек оты деген осындай кемелер болған, бірақ от шашады. От шашады. Кәдімгі бензин сияқты майды шашады. Майды шашқан кезде отты қоса жібереді, сөйтіп кәдімгі от лапылдап жанады. Соның арқасында орыстар, кемемен келген орыстардың кемесі өртеніп кеткен. Сөйтіп 907-941 жылдары византиялықтар орыстарды ненің көмегімен жеңді? Грек отының көмегімен жеңді дейміз, иә. Ал енді құрметті оқушылар, кейіннен Киев Русі бар ғой, жаңағы орыстардың Украин, Беларусь, яғни шығыс славян жерінде құрылған мемлекет Киев Русі. Осы Киев Русі Константинопольден қандай дінді қабылдайды? Христиан дінін қабылдайды. Қай жылы? 988 жылы. Яғни 10-шы ғасырдың аяғында. Осыдан бастап, құрметті оқушылар, қай екі мемлекет дос болады? Византия мен Киев Русі дос болады. Бұрындары үнемі жауласып тұрса, енді дос болады. Қандай оқиғадан кейін? Христиан дінін қабылдағаннан кейін дейміз, иә. Тек Киев Русі ғана қабылдамаған, Ұлы Моравия мемлекеті де христиан дінін қабылдаған екен, иә, Византия жерінен. Сөйтіп, Византия біршама солтүстіктегі жауларынан құтылады. Ал енді сұрақтарға кезек берейік. 51 былай кепті. 5-ші ғасырдың аяғынан бастап Шығыс Рим империясына солтүстіктен қауіп төндірген тайпа. Қандай тайпалар? Славяндар, иә, славяндар. Келесі, 6-шы ғасырдың аяғына қарай Византияға басып кірген славян тайпалары орныққан аймақтар. Фракия, Македония. Фракия, Македонияға, иә. Келесі, 7-ші ғасырда Византияның солтүстік шығысында құрылған алғашқы славян мемлекеті. Болгар патшалығы. Болгар патшалығы құрылады. Келесі, 680 жылы құрылған патшалық. Болгар патшалығы, иә. Келесі, Византияға орыстардың шапқыншылығы басталған кезең. 860. 8-ші ғасырдың аяғы. Енді орыстар 860 жылы келісім жасаған мемлекет. Қай мемлекетпен? Византиямен, иә. Келесі, Константинополь түбінде орыстар талқандалды. Ненің көмегімен? Грек отының көмегімен. Грек отының көмегімен талқандалады, иә. Келесі, 907 жылы Константинополь түбінде грек отының көмегімен талқандалған
славян тайпасы дейді. орыстар, иә. Константинополь түбінде орыстар грек отының күшімен талқандалған жыл. 941, иә. 907 жылы да 941 жылы да орыстарды грек отының көмегімен талқандаған, иә. Келесі, Византия мен Киев Русінің арасында достық қатынастардың басталуына жол ашты. Қандай жағдай жол ашты? Христиан дінін қабылдауымен. Киев Русінің христиан дінін қабылдауы, иә. Келесі, Киев Русы христиан дінін қабылдады қай жылы? Византиядан 988. 988, иә. 988 жылы Константинополь шіркеуінен христиан дінін қабылдаған ел. Киев Руси. Киев Руси, иә. Келесі, 10 ғасырдың 80 жылдары Киев Руси Византиядан қабылдады. Христиан дінін. Христиан дінін. Енді былай кепті. Христиан дінін қабылдаған мемлекеттер Византиядан қандай мемлекеттер қабылдады? Киев Руси, сосын Маров мемлекеті, иә, Марав, Ұлы Моровия мемлекеті дейміз. Енді құрметті оқушылар, сіздер Қазақстан тарихынан да білесіздер, түрік қағанаты деген тақырыпты өткен кезде Византияға елші жібереді, иә, түрік қағанатының қағаны Иштемей. Міне, қай жылы елші жібереді? 568 жылы Маньях деген елшіні жібереді. Кім? Иштемей қаған. Міне, Иштемей қаған түрік қағанатынан Византия Константинопольге кімді жібереді? Маньяқты. Қай жылы? 568 жылы. Ал енді ол кезде Византияның императоры екінші Юстин болған, иә, екінші Юстин. Юстинианнан кейін. Бірақ Маньяқпен қоса, енді екінші Юстин наоборот қай жаққа елші жібереді? Түрік қағанатына, иә, түрік қағанатына елші жібереді. Кімді жіберген? Земархты. Міне, Византияның елшілігін Земарх бастап қай жаққа барады? Түрік қағанатына, иә, Иштемей қағанға барады. Жалпы екі ел елшілік алмасқан. Екі ел неге елшілік алмасты? Кімдерге қарсы десе, Иранға қарсы әскери сауда саттық одақ жасасты, иә, әскери сауда одағын жасасты да, екеуі бірігіп алып кімдерге қарсы шықты? Иранға қарсы шықты дейміз, иә. Сосын тағы бір маңызды оқиғасы бар. Мына Византия Кавказ аймағын жаулап алғанын көріп, түріктер дереу арада Кавказға әскер кіргізіп жаулап алады. Міне осы мәселені шешу үшін де екі мемлекет бір-бірімен елшілік алмасқан дейміз. Ал енді сұрақтарға кезек берейік. 65 былай кепті. Түрік қағанатымен қарым-қатынас жасаған Византия императоры. Екінші Юстин. Екінші Юстин болады, иә. Византия императоры бұл елшілікті құрметпен қарсы алып, қайтарында Византия елшісі Земархты қосып аттандырған мемлекет. Қай мемлекетке? Түрік қағанат. Түрік қағанатына. Келесі, Константинопольге көпес Маньях басқарған елшілікті жіберген түрік қағаны. Иштемей қаған, иә. Келесі, Византия императоры екінші Юстин түрік қағанатына жіберген елшісі. Кімді жібереді? Земархты жібереді, иә. Келесі, түрік қағаны Иштемейдің Константинопольге жіберген елшілігін басқарған көпес. Яғни түріктердің елшісі кім? Маньях дейміз, иә, дұрыс айтасыздар. Енді құрметті оқушылар, бізде ислам дінін білеміз ғой. Ислам дінін негізін қалаған Мұхаммед пайғамбар бұл араб жерінде араб тайпаларын басын біріктіреді. Сөйтіп, араб жерін басын біріктіріп, жерін кеңейтеді, иә. Сөйтіп, құрметті оқушылар, жерін кеңейтіп, үлкен мемлекет құрады. Ал Мұхаммед пайғамбардың ізбасарлары халифтер дейміз ғой. Сол халифтердің тұсында одан әрі дінді тарату мақсатында, жерін кеңейту мақсатында басқа мемлекеттерге жорық жасайды, араб халифаты. Әсіресе қай мемлекеттің жеріне көп жорық жасайды? Византияға. Міне, Византиядан қай жерлерді тартып алады? Жоғарғы Месопотамия аймағын, Сирияны, Палестинаны, Египетті тартып алады араб халифаты. Қай кезде? 7 ғасырдың 30 жылдары. Яғни 630 жылдары, бар болған 630 жылдары араб халифатының құрылғанын өзіне 10 шақты жыл ғана толған кезде Византияның көптеген иелігін жаулап алады араб халифаты. Одан қала берді, жерін одан сайын кеңейте береді, арабтар. Неге, құрметті оқушылар, неге Византияның жерін арабтар оп-оңай жаулап алды? Немесе византиялықтар неге жерін оп-оңай арабтарға бере салды?
Себебі византиялықтар Сирия, Палестина, Египет, жоғарғы Месопотамия аймағындағы халықтарды өзінің, яғни өзінің таза туған дейміз ба, өзінің халқы деп санамаған. Олардан былайша айтқанда алым салықты көп алатын болған. Мысалға, орыстарға біз тәуелді болдық қой кезінде, иә. Орыстар Ресей империясы бізді төл халық ретінде санаған жоқ қой. Екінші сорт ретінде, бағынышты халық ретінде санады да бізді қысты отаршылдықпен. Тура солай Византиянта саясаты жоғарғы Месопотамия, Сирия, Палестина, Египет аймағында да сондай болған. Алым салықтар көп болған. Енді арабтар осыларды жаулап алған кезде Византияға бағынғаннан гөрі осы араб халифатына бағынған дұрыс деп ойлаған. Себебі Византияда сен өнімнің 50%-ын салық ретінде төлейсің, ал араб халифатына өнімнің 5-тен 1 бөлігін, яғни 20%-ын салық ретінде төлейсің. Бұл да Сирия, Палестина, жоғарғы Месопотамия, Египет халқы үшін арабтарға бағынған тиімді болды. Сөйтіп, арабтарға бағынды дейміз, иә. Бірақ 8-ші ғасырдың ортасына қарай Сирия үшін арабтар мен Византия тағы да күреседі. Сөйтіп, әзер дегенде византиялықтар күш жинап, Сирияны қайтадан қайтарады. Міне Сирияны қайтарды, бірақ арабтар сонда да күшейіп, былайша айтқанда тағы да жорықтар жасай береді дейміз. Кейіннен бізде оғыздардан бөлінген салжұқтар осы алдыңғы Азия, Иран жеріне келіп, үлкен салжұқ сұлтандығын құрады. Сөйтіп, араб халифаттарын өздерінің қолдарында ұстап, Византияның көптеген жерін жаулап алады. Салжұқ сұлтандығы ыдырап, оның орнына Осман империясы құрылады. Осман империясы тіпті Европада көп иелікті жаулап алған, араб халифатының көп мемлекетін жаулап алады. Бірақ бір ғана қаланы жаулай алмайды, ол Константинополь қаласын. Византия Константинополь қаласы ғана қалады. Ақыр аяғында осы Константинополь қаласы үшін 1453 жылы соғыс болады. Византия мен Осман империясы шешуші шайқас. Кімдер жеңеді? Осман империясының сұлтаны ол кезде 2-ші Мехмет болған. Византияның соңғы императоры Константин 11-ші Палеолог. Кім жеңеді? Әрине Осман империясы жеңеді. Сөйтіп, Византия 1453 жылы ыдырап, былайша айтқанда құлайды дейміз. Сөйтіп, Константинопольді Осман империясы жаулап алып, ол қаланың атын Стамбул деп өзгертіп, астанасы қылады. Стамбул қаласы Осман империясының астанасы болған. Константинополь жаулап алған Фатих 2-ші Мехмет, яғни жаулаушы деген. Ал Византияның соңғы императоры Константин 11-ші Палеолог дейміз. Ал сұрақтарға кезек берейік, осымен аяқталады. 7-ші ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап Византияға қауіп төндірді. Қандай халық? Араб халифаты. Арабтар, дұрыс айтасыз. 71. 7-ші ғасырдың 30-шы жылдары арабтар Византиядан тартып алған бай жерлер. Қандай жерлер тартып алды? Сыр, Месопотамия, Сирия и Палестина. Сирия, Палестина, Египет. Египетті басқаша Мысыр дейміз, сосын жоғарғы Месопотамия аймағын. Келесі, 72. 7-ші ғасырдың аяғында Византияның солтүстік Африкадағы жерлерін тартып алған. Кімдер тартып алды? Арабтар тартып алды, Арабтардың Византияны оңай басып алуының себебі? Халықтарын тудыру наразылығы. Аймақ халықтарының жоғарғы алым салыққа наразылығы. Ал 8-ші ғасырдың ортасына да ғана Византия арабтарға қарсы күресте біраз жеңістерге жетіп басып алды. Қай елді басып алады? Сирияны басып алады, Византияны. Келесі, 1453 жылы Византияның астанасы Константинопольді басып алып, атауын Стамбул деп өзгерткен Осман империясының сұлтаны 2-ші Мехмет. 2-ші Мехмет дейміз. Ал 15-ші ғасырдың ортасында Византияны құлатып, Кіші Азияда қуатты мұсылман мемлекетін құрды. Византияны басып алып, түріктер, түрік османдар деп келеді, Осман империясы деп келеді. Келесі, Византияның соңғы императоры Константин 11-ші Палеолог. Константин 11-ші Палеолог. Ал енді Византия империясына қатысты ұғымдар, соңғы сұрақ бұл Константинополь, Шығыс Рим империясы, Василевс деген. Осымен құрметті оқушылар, бізде сабақ аяқталды. Византия деген мемлекеттің тарихын бір 50 минутта аяқтап тастадық. Жалпы тарихтағы ең ұзақ билік еткен мемлекеттің тарихын аяқтап тастадық.
Сұрақтар бар ма, құрметті оқушылар? Сұрақтар болса, қойыңыздар. Так. Салжұқтар қай жерін басып алған еді? Салжұқтар бірінші Оғыз деген мемлекет бар, Қазақстан тарихынан өтесіздер. Сол Оғыздардың ішіндегі тайпа Салжұқтар. Кейіннен Оғыздардан бөлініп, қазіргі Түркменстан, Иран жерін басып алады. Сол жерде Тоғырылбек, Шағырылбек дегендер Салжұқ сұлтандығын құрады. Кейіннен олар Сирия, Палестинаны жаулайды. Солар жаулаған үшін католик шіркеуі, былайша айтқанда, қатты қауіптеніп, крес жорықтарын ұйымдастырады. Сол крес жорықтарымен соғысқан осы Салжұқ сұлтандығы, крес жорықтарынан кейін Салжұқ сұлтандығы әлсіреп қалады да, бірнеше сұлтандыққа бөлініп кетеді. Кейіннен Оғыздардың тағы бір бөлігі жылжиды, Қайы деген тайпа. Сол Қайы тайпасы Кіші Азияға келіп, бұрынғы ыдырап кеткен, бірнеше иелікке бөлініп кеткен Салжұқ сұлтандығын біріктіріп, Осман империясы деген атпен құрады. Осман деген кісі, сол Осман империясы кейіннен Кіші Азияны, қазіргі Турция жерін, Сирия, Палестинаны, Балқан түбегін жаулайды. Бірақ Византияның астанасы Константинополь жаулай алмайды. Өйткені ол өте қорғанысы мықты қала болған ғой. Сөйтіп, бір 2 ғасырдай сол қала үшін күресіп, ақыр аяғында 2-ші Мехмет сол Константинополь қаласын жаулап алып, Византия империясының түбіне жетеді дейміз. Осман империясы деген тақырып бар. Сол тақырыпта Салжұқтарда қайталайтын боламыз. Жақсы. Тағы сұрақтар бар ма? Сұрақтар болса қойыңыздар. Олар егінді бау-бақшамен айналысқан ба? Кімдер? Византиялықтар. Византиялықтардың жері өте құнарлы болды ғой. Қазір мысалға Түркияда өспейтін жеміс жоқ қой, былайша айтқанда, апельсинде, бананында, мандаринда бәрі өседі. Жүзімде, құлпынайда барлығы өседі. Өйткені табиғаты өте қолайлы. Жақсы. Жері де құнарлы. Сол болды. Жақсы, онда құрметті оқушылар, сұрақтарыңыз болса, WhatsApp группа бар ғой, сода қойсаңыздар болады, жекеге шығып, немесе сол группаға қойсаңыздар болады сұрақтарыңызды. Біз алдағы уақытта курсты бастаймыз. Ибрахим, сен қатыса берсең болады курсқа. Жақсы. Алдағы уақытта осы келесі аптадан бастап Қазақстан тарих, одан кейін арғы аптадан бастап дүниежүзі тарихын өткіземіз. Осылай уақыт болса, күніне 1 рет, немесе 2 күнде 1 рет өткізіп тұрамыз. Сол курс басталғанша. Сондықтан шығып кетпей, тіркеліп, қатысып отырыңыздар. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар, онда сұрақтар болмаса шыға берсеңіздер болады.